Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге дәмі тіл үйіретін, өз сөлі өзінде пісетін, өте дәмді, қамыры жыртылмайтын, езілмейтін ұйғыр халқының мантысымен бөліскім келеді. Ең алдымен бізге қамыр илеп алуымыз қажет. Қамыр үшін салқын суға тұз салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырып, тығыз қылып қамыр илеп аламыз. Рецепттің толық нұсқасын описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жерден қарап, сақтап, жасап алсаңыздар болады. Бастапқыда қамыр илеген кезде суы аз болып көрінуі мүмкін, бірақ илей келе июі қанып, жұмсақ болып шығады. Қолға жағымды қамыр болады. Осылай міне илеп 15 минутқа қойып тындырып аламыз. 15 минуттан соң өстіп қолымызбен жайып, кішкене басып, конверт секілді бүктейміз. Конверт секілді бүктеп, полиэтилен пакетке салып, қайтадан 15 минутқа қойып қоюымыз қажет. 15 минут өткен соң тағы да осылай басып, тағы да конверт секілді бүктейміз. Июі қанған қамыр еш уақытта жыртылмайды. Осылай міне конверт секілді бүктейміз. Полиэтилен пакетке салып, қойып қоюымыз қажет. Енді салмасына кірісеміз. Ол үшін етті, барлық қатты жерлерін алып тастап, тек жұмсақ еттен майдалап турап шығамыз. Содан соң пиязымызды да турап аламыз майдалап. 1 килограмм етке 700 грамм пияз салынады. Асқабақ қостым мен. Сіздер қалауларыңыз бойынша асқабақ қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Енді мантымыз сулы, сочный болып пісуі үшін май қосамыз. Мен құйрық май қостым, оны да турап саламыз. Араластырып аламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап салмасын араластырып аламыз. Бір шетке қойып, қамырымызды, июі қанған қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті домалатып аламыз. Осылай міне домалатып, бір бөлігін алып қалып, 3 бөлігін пакетке салып, бір шетке қоя тұрамыз. Енді бір бөлігін турап аламыз. Осылай міне тураймыз. Шамамен 15-16 грамм болуы қажет. Енді көз мөлшермен жасаймыз. Осылай міне ұнға батырып отырып жаямыз. Бұл мантының қамыры жан жағы жұқа болып, ортасы сәл қалыңдау болуы қажет. Осылай міне жайып шығамыз. Барлығын жайып, орамалдың астына қойып қоямыз. Содан соң біртіндеп түйетін боламыз. Бір ас қасық салмамызды салып, кезек-кезек екі шетінен ала отырып, мантымызды түйеміз. Осылай міне түйіп шығамыз. Бір ас қасықтан саламыз салмасын. Содан соң осылай міне түйіп шығамыз. Екі шетінен алып, осылай өріп шығамыз. Осылай осы тәсілмен жасап көріңіздер. Осылай манты болып шығады. Енді майланған табамызға тізіп шығып, 45 минутта пісіреміз. Осылай міне дәмі тіл үйреп пісіп шығады. Егерде менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда да талай қызықты видеолар болады. Ас болсын!